кезекті сонымен мына есепке тоқталайық. А санының Б санына бөлінсе 0,16-ға тең дейді. А санын Б санына бөлсем 0,16 болу керек. Б санының С санына бөлінсе 1,12-ге тең дейді. Б санының С санына бөлінсе 1,12 болады. Енді осы екі мәліметтің негізінде біз табуымыз керек болып тұр. А саны С санының неше процентін құрайтынын табыңыз дейді. Енді ереже бойынша А саны біз А санының туралы жүріп жатыр әңгіме. Сол неше пайыз құрайтынын тап деп жатыр. Сондықтан бізге А санын бөлшектің үстіне қоямыз. Кіммен салыстырып жатырық біз оны? С санымен салыстырып жатырық. Сондықтан С саны астына қойылады. Сол үшін А саны С санның неше процентін құрайтынын білу үшін А-ны С-ға бөлеміз, сонымен 100-ге көбейтеміз, 100%-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде жауабы шыға салады екен. Енді бізде бұл нәрсеге жету үшін біз қалай ойлануымыз керек? Қолдағы бар мәліметтерді шамалы басқаша былай ойланайық. А бөлу Б-ны біз бөлшек форматында былай жазуымызға болады. Ал Б бөлінген С-ны бөлшек форматында былай жазсақ болады. Енді осы теңдеулер жүйесіндегі көбейту деген әдіс бойынша мен егер А бөлінген Б-ны Б бөлінген С-ға көбейтетін болсам, онда сәйкесінше 0,6 мен 1,12-ні көбейтуім керек. Енді бізде бұл жерде мына екі бөлшекті көбейткенде бұлар қысқарады, сонда бізде А бөлінген С қалады. 0,16 мен 1,12-ні көбейтсек 0,172 болады. Демек А-ның С-ға қатынасы, яғни А-ны С-ға бөлген кезде 0,172 шығатынын көреміз осы жерден. Сондықтан А бөлінген С-ның орнына 0,172-ні қоямын. Демек ары қарап мен есептеймін. Маған А-ның С-ға бөлінісі қанша екені керек еді. Маған А, С жеке-жеке қаншаға тең екендігі қызық емес. Бастысы А-ны С-ға бөлген кезде қанша болатынын білсем болды. Сондықтан мен 0,172-ні оның орнына қоямын. Оны 100%-ға көбейтемін. Сол кезде 72% болады. Сонымен жауабы А саны С санының 72%-ын құрайды екен. Бұл бізде А жауабында тұр екен.